Мамыз келгенше әйтеуір жағдайды туралап отыруға тырысамыз. Баяғыда бір баласы әкесіне келіп айтады дейді, әке үйленетін болдым депті. Сөйтсе әкесі айтады дейді, қаяқты кімнің қызы екен деп. Сөйтсе осы мына біздің көршілес ауылдағы пәленше дегеннің қызы еді деп. Сөйтсе қайсы анау фамилиясы мынандай Қарақатын ба депті. Иә, сол Қарақатын. Балам, сен соған үйленбей ақ қойшы, баяғыда мен сол совхозда жұмыс істеген кезде сәл бір көңіліміз жақын болып, та қарындасың болып жүрмесін деп. Содан баласы жарайды деп кетеді, бір ай өтеді, сосын тағы бір күні келіп, ойбай әке үйленетін болдым, мынандай қыз таптым, осындай ауылда тұрады, фамилиясы мынандай десе, шешесі бір сары қатын емес пе депті. Иә, сары қатын. Айналайын, сен соған үйленбей ақ қойшы, баяғыда сол совхозда анау неде бухгалтерияда істеп жүрген кезімде көңілім жақын болып, та қарындасың болып жүреді деп. Ожым бармаған ауылы жоқ, айтып келген қыздардың бәрі соны қарындас болып шығады ғой. Сосын шешесі айтты, айналайын, қашан үйленесің деп. Сөйтсе айтады дейді, мына ауылда үйленетін адам қымбат. Кімге үйленетінімді білмеймін. Әкеме барып айтсам, анау қарындасың болады, анау қарындасың болады, осы ауылдың бәрі менің қарындасым болып шықты дейді. Сөйтсе шешесі айтады дейді, ой, осы орынның сөзіне сенбе, осы ауылдың қыздарының любойын үйлене берсен, оның баласы емессің деп айтады дейді. Сол сияқты бұл өмірдің бәрі өзі мына рас өтіріктен тұратын нәрсе, бірін-бірін алдайды жүреді.